Bizlerді бірінші оқытқан Қошқар деген отырды танисылар тіштегі ұшының атасы Дәулетбай деген мұғалім оқытып еді. Бірақ тағыны дәккілерін жедік адам болсын деп қызмет қылған екен біздерге. Әзірге балаларымыз мұғалім ұшты дейді, менің жаным қайнап кетеді. Неге сүйенісіндер екен бұлардың деймін. Себебі мұғалім бірінші қанша күш сағанмен үйде де салу керек, бірақ шындайын болса да менен сенен ешкімнен қорқуған мұғалімнен қорқады. Біздер мұғаліміміздің кетіп баратса ұзақтан бұқып барады не қашып кететіне көрмегейді. Неге бұның барлығы ойлаймын әзір жүріп, hürmet іззеттің белгісі деп ойлаймын. Әрбір бала атасын, анасын қандай hürmet қылса, мұғалімді онdan бетерек қылу керек болады. Bayramların сәнімізге құтылу ғой, мен осындай ұстазлардан яқшы елге, мемлекетімізге, ауылымызға, әмбемізге белгілі мектеп болып атқан екен, шо давам ете берсін. Әмме осы жерде қызмет қылып атқан ұстазларымыздың, әм қызларымыздың, балаларымыздың барлығының қызметін Алладан қайсын деймін. Рахмет. Bugün şu mektebin atağına көп kriter айтып атырды. Райондардан, ауылдардан, мектептерден көбіне қонақтар келіп атырды. Бар уақытта оқушыларымыз бақытты болсын, тәрбиесі күшті болсын, Құдайым бәріміз үйінде жақсы күндер болсын, оқыған балаларымыз жақсы ата-ана, әке-шешеге белгілі шаңырақ иесі болсын, бақытты болсын балаларымыз. Ассалаумағалейкум, құрметті меймандар, ұстаздар. Мінекей ұстаз жөніне, ұстазға тарif беруге менен бұрынғы шайырларым, жазушыларым тарif беруге өткен. Менің енді тілім әзіз, бір айтатыным, әмме академигам, президентам, врачам, кім болсын бәрі ұстаздан тәлім жүрді. Сол ұстазларымызға тәзім қыламыз. Әмме кәсіп иелері, кәсіптің жаманы жоқ, бірақ ең ұлы кәсіп деген ұстаздар. Ұстаздар, рахмет сіздерге, әммемізге сіздердің тәліміңіздің арқасынан осындай дәрежеге жеттік. Мінекей мен тәрбие системасына араласқаныма 12 жылдай болды. Мінекей әуелі Пушкин мектебі, қазір 43-ші мектеп. Районда, республикада өзінің орны бар. Жәнібек саған рахмет, коллективіңе, осы дәрежеге әкелген мұғалімдерді осы дәрежеге ұйымдастыру коллективтің ұйымдастырушысына, директорына байланысты болады. Мен рахметім, сол байрамдарға
кеткен Пушкин мектебіміздің 75 жылдық юбилейі. Бұның менен барлық міне осы мектептің педагогика коллективін, осы мектепті бітіріп кеткен бітірушілерді бәрін шын жүрекпен құттықтаймын. Маған дейінде көп жігіттер ұстаздарымыз тостар айтты, сол тостарға қосылып отырып, мен бір қосымша кіргізмекшімін. Бір осы мектеп бір не только Қоңыратты районына белгілі, бүткіл Қарымбаққа белгілі мектептердің бірі болып есептелінеді. Осы традицияны алып келіп бара жатқан, давам етіп жатырған осы мектептің директоры, Айқын шөркемдестіруші, осы юбилей Жәнібекке рахмет айтқым келеді. Бәріңізге терең денсаулық, жұмыстарыңызда табыс, амандық тілеймін. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, құрметті меймандар. Бәріңізді бүгінгі міне Пушкин мектебінің 75 жылдық юбилей байрамымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге бекем денсаулық, семьяларыңызға аманшылық, жұмыстарыңызға табыстар тілеймін. Мен мінекей Пушкин мектебін 1977 жылы бітіріп, Самарқан қаласында Самарқан медицина институтын бітіріп, оқып Самарқан медицина институтында врачқа келген иелеп, медицина тарауында көп жылдар қызмет етіп, қазіргі күнде медицина колледжінде істеп жатырмын. Міне Пушкин мектебінде оқып, білім алып, осы дәрежеге жеткен үшін мына ұстаздарым отырған ұстаздарымызға мен міннәтаршылық білдіремін. Әбде бүгінгі байрам кешесін шөлкелместіріп жатқан район акиметіне, районлық халық білімдендіру бөліміне, міне шақсан Жәнібек інімізге үлкен міннәтаршылық білдіреміз. Әбде Жәнібек сізге күш-қуат, мына даярлап жатқан оқушыларыңыз бір Өзбекстанға белгілі кадрын тайлап беріп отырсыздар, енді ардып дүнияға белгілі кадрын тайлай бергейсіз. Рұқсатыңызбен бұны медицина колледжі атына кішкентай сауға береміз, соны беруге рұқсат етсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті меймандар, азиз ұстаздарым. Мәліматтарымыздың 75 юбилейі баршаңыз сақтылық болсын. Жерде отырған барша меймандарны шу байрамыңыздан тәбриклеймін, һәм сіздерге ұзақ өмір, сақат саламаттық тілеймін. Міне бүгін шу мектептің бір 75 жыл юбилейін өткіземіздер. Шу мектептің жамағаты, қала берсе мектеп рәхбары, міне Байманов Жәнібекке һәм район халық танымы бөліміне һәм де акиметімізге үлкен міннәтаршылық білдіреміз. Міне мен осы мектепті 80 жылда тамамладым. Олимпиада жылында менің сынып рахбарларым марқұм Қанияз Нышанаға, кейінгі сынып рахбарым Пакуром. Міне шу ұстазларым, яғни өздеріңізге белгілі ұстазларымыз отырыпты. Шу уақытта мектебіміздің директоры Яқпаева Қожаниязов, өзімнің физика мұғалім ұстазым Ярқасына Құрбаниязов, Исмаил аға, Нұрал аға, һәм шу Олимпиада жылында бітірер екенбіз. 3 жылда ұстазым Құрбаниязов Ярқасынаға физика пәніне тәйірлеп, Олимпиадада республикалық басқышта 3-ші орынды иеледім. Һәм волейбол қызлар командамызда тренеріміз Пакуром тәйірлеп, республикалық басқышта 2-ші орынды иеледік. 80 жыл оқу тамамлап, 82 жылда Ташкент Дәулет университетінің физика факультетіне талабалық қатарына қабыл қылдым. Бұл албатта ұстазларымның тәлімі, тәрбиесі деп білемін. Һәм 84 жылда шу университет директораты һәм де факультет деканы мені чет мамлакатқа педагога сырларын көрген пешке чет дәулетке тәвсия берділер. Міне бұлар һәм чет мамлакатта мен Чехословакияда өзімнің педагога практикамны өтіп педагога сырларын орған келдім, мұхам ұстазларымның тәлім тәрбиясында. Ондан кейін шу мектепке азғана естелігім бар, шуны тапсырышқа рұқсат еттім мектеп директорыға. Шу жерде өзім оқытушылық қылғаным үшін шу оқытушылар қанасыға асып қойсаңыздар. Ұстазларымызға тілағым.
Arzuyum şu uçmasın yangan çırağın, Yıldızday nur çatsın çeşmin karağın, Magar çınar bolsan çınarday yaşan, Bir vakt üzülmasın birer yaprağın. Бүгін шындай яқшы тәдбір өтіп атыпты 43-ші салды орта мектепте. Біздің милли урпадеттерімізден бірі өткендерді қадірлеу, ұстаздарды қадірлеу, бұл біздің урпадеттеріміздің біреуіне кіреді. Сондай бүгін яқшы тәдбірді тәшкіллештіріп, Жанбек яқшы солар жайған екенсіз, сізге мінекей коллективіңізге, өзіңізге көп рахметтер айтамын. 73-83 жылдар аралығында келіп кеткен hamma оқушылар атынан өзімнің рахметімді айтамын. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстазлар. Ең бірінші тілегім, осы мектепке келгенде жақсы күтіп алған Балтагүл апаға рахметтер айтамын. Бірінші класста тәлім тәрбие берген бар ұстазларына рахмет айтамын. Сол мектептің 75 жылдық байрамы құтлы болсын. Қазіргі уақытта тәрбиелеп отырған оқушыларды біздерден һәм бәлен парвазлар менен беккен шаңырақтар болып, үлгілі бір жерлерде, жақсы жерлерде жұмыс істеулеріне тілеп қаламын. Samimi tilaklarınız için rahmat, işlerimizde rivojlat bolamiz. Здоровья, семьи, благополучия, счастья детей, чтобы они долго-долго видели. Еще раз я хочу подчеркнуть, когда я в школу пришел, это было в 1975 году, молодой, неженатый, волосы черные, а часов белые, 99%. Когда я в школу пошел, я прогал, директор был, я Хаснага, Лолага. Еще хочу сказать, что когда пришел старший, это был Рахмат Исмаилович, я говорил, Рахмат, преподаватель, учитель русского языка. Потом старший поколение, Начанага, Ибраим Ага, вот, Аймагамбет Ага, Балтабай, Алымжанның папасы бар. Потом здесь еще один старший учитель Халмат Ага бар. Ешниязов, узбекский язык и литературу преподавал. Ну, в основном эти большие старшие учителя. Еще раз всех поздравляю. И еще хочу сказать, что чуть-чуть не позабыл. Из женщин был старший учителя. Это Тазагурапа у нас был. Потом еще один Тазагурапа старший, Акимбаева, да, Яхпаева была. И Тазагурапа вот это, Озакуандак, кажу, еще Дарманапа. Еще много учителей. Сейчас, знаете, даже не встретились бы. Сегодня все встретились, даже с Кумбратского Хакима, прокурора, милиции. Ну, короче, всех хорошие люди. Еще раз всем желаю крепкого здоровья, счастья, успеха в работе, чтобы все достигали хороший только успех в работе. Все, спасибо. Толық мерекесіне шақырып отыр екен. Мектеп жамағатына қалай берсе, Жанбектің өзіне рахметтер айтамын. Қалай берсе, мен тарауын атман. Мінекей мектепте бірінші біздер 3 жыл біздер осы мектепте білім алдық. Мектепте бірінші Гулямов Ажбаяка, одан кейін Ялқасын ағалар, әмде Зылиқа апа, кейіннен мысалы Жанбеклерді бізде танимыз, одан алдын Оралбай ағалар, әм басқа ұстазлар, Яқыпбай ағалар директор болған. Бұл жерге келген директорлердің ешбірі жаман істеген жоқ. Бәрі өзінің бар ынтасыменен қолдан келгенше районның атын, қалай берсе республиканың атын шығаруда өзінің белсене қатынасты. Әмешем жақсы күндерге осындай толдасқан атрафында жақынларыңызбен бірлікте болуыңызға, қалай берсе елімізге тыныштық, мінекей халқымыздың қалай берсе диқан бабаларымыздың әрқилы сахадағы мысалы алып барылып жатырған жеміслері барлығы сол минеттің арқасында болады. Сол минетті бағалап
пақта зураты болама, шалы болама, бидай болама, бәрінде белсеге қатынасып, районның аврайы бәлет бола беруіне тілектесімді қатарышы жұрады. Яхмия ұстазымыз директор біргелді жұмыс баштадым. Шуатта музыка фәні бойынша районға республикаға атағын шығардық бұл мектептің. Спорттан патбұрын болса, музыкадан мен мінекей жәнбек шәкіртімсам оқыттық. Шуатта бұның класслары үлкен қызығушы класслар. Bir класста 45 оқушы бар еді. 45 оқушы. Пошымақтен бір жылдар 4 сменде оқыды. 4 сменде үлкен районда атағы шыққан мектептен, физкультурадан, музыкадан, шуында жарыстар болады, далада болады, волейбол болады, санат байрам дегендер бәрінде бірінші орынды алып келдік бізде. Соны давам етіп, мына жақтағы Яхпия елі таза мектеп ашылды, ол нұсқа шығған барлық мұғалімдер талабын шақырт еттік. Практикез мектеп әзірге 47 салды мектеп. Үйелден әзір оқытушы ұстадымыз. Бүгінгі юбилей Hamdagi qutlug' muborak bo'lsin. Hamma usta shagirdlarimizga maktab aya yilida hammamizni sharaflab bekim bo'lsin. Ustozlarimiz sog' bo'lsin. Buni menga bugungi saltanat o'rnatgan jamiyatga rahmat, kollektivga yana rahmat. Hammaga tashkil qilgan jamoatga rahmat aytib, bayram boshlaymiz. Tilekler bildirdi, so tilekler qabul bo'lsin. Minekey Жәнібек інім 43-ші мектепте өткен үлкен ұстазларымызды бір еслеу күнін өткердіңіз. Со өткен ұстазларымыздың жәні жәннатта болсын Құдайым. Солардың рухлары әммеге шат болсын. Минекей қазір үлкен ұстазларымыз міне тілек білдірді, со тілеклері қабыл болсын. Минекей жақсылардың жолын берсін коллективіңе. Әммен осындай юбилейлерге жеткере берсін. Әммеңізге бекем денсаулық тілеймен, семьяңызға мол ырыс несібет тілейміз. Денсаулықтарыңыз бекем болсын. Райфин отдел атынан сіздер бәріңіз құттықтап қоямын. Өмірін жақсы мазмұнды өмірін сүріп жатырған апаларды, аталарды шақырған екен. 43-ші мектептің 75 жылдығына құттықтаймын. Торқалы той құтылы болсын, жәммәтіне үлкен-үлкен табыстар тілеймін. Осы мектепті мен өзім ана мектебім десем де болады, себебі осы мектепте оқымасамда да 1985 жылы орта мектепті, 40-шы орта мектепті түкеріп, осы мектепте жұмысты басладым. Бірінші жаңағы балалар жетекшісі болып істедім, кейіннен кітапханашы болып істедім. Одан кейін Құрбаниязов Ярылқасын ағаның жолламасы менен Бұхарадағы педагогикалық дәулет институтына оқуға кірдім. Одан кейін 5 жыл түкеріп келгеннен кейін өзіміздің және Құрбаниязов Ярылқасын аға жылы несіменен баяғы жолламаменен біргелікте қабыл етіп алды. Үшінші жәмәт, рахмет сіздер осындай ауызбіршілікті дәл Жәнібек басқарып отырсаң үлкен-үлкен жұмыстарға табыстар тілеймін. Елде юбилейлеріңіз көп болсын, бұдан да жақсы тойларда отыра берейік. Рахмет әмін. Рахмет, жұмысларыңызда тасқын табыстар тілеп қаламыз.
Aldığınızda akbasındı emin, kelişekti gülşanına gül etken, men muhallim degen halkты süyemen. Marhamat, endi және de құттықтау үшін bir қатар меймандарымыз келіп отырыпты. Арина апамызды, Гүлнар апамызды, Фатима апамызды һәм де Гүлбахар апаларымызды ортаға мұрат етеміз. Мархамат. Ағалар, жас үлкен апалар, ұстазлар, ұстаздардың ұстазлары, осы кірушінші салы мектеп мұғалімдері. Рұқсат берсеңіз, әмеңізге сіздерге бір сәлем. Міне, мен бүгін осындай үлкен бір мероприятие қатынасуға қуаныштымын. Себебі мен өзім шәкіртім деп есептеймін. Жәнібекті баяғыда инспектор болған кезінде мен подписіменен ел кезінде ассамблея мектепке тәрбие завуч болып жұмысқа кірді. Одан кейін міне кіруші мектепке директор болды. Жүдә қуаныштымын, мақтаныш етемін сондай шәкіртменен. Құрметлі мұғалімдер, ұстазлар, 43-ші саны мектеп ұстазлар жұмыс істеп кеткен ұстазларды ярлау, қазіргі бүгінгі күнге келген қатынасқан мұғалімдерді құрметлер, бұл жастар үшін бұл үлкен тәрбие. Сонда деп ойлаймын, біздер үлгі алуымыз керек, һәм басқа мектептер 8-9 май алдында сондай мероприятие өткізуіміз керек деп ойлаймын. Һәм ол уақытта бір жас үлкендерді сыйлаған жаман болмаймыз. Жәнібек, рахмет, молодец. 43-ші саны мектеп мұғалімдерім қатты жаңа ауызбіршілер. 43-ші саны мектептер сонда үлгілі белгілі республикада азамат қызлар, жігітлер үлкен жұмыста, көп тарауда жұмыс істеп жатыр. Бір әнісінде бұрын істеп жатырған директордың минеті. Яқбайға қатты мен сізді уважаю, құрмет, Тілеаға, Нұралаға, әмеңізге мен ұстазларым деп айтса да болады. Шүкірбайға, Тұрғанбайға, Жолдасаға, Тазагүл апа, Бәрмен апа, әмесі біздің ұстазларымыз. Сондай ұстазларымыз мені біздер мақтаныш етеміз. Жәнібек, тағылмет рахмет, жәмәтіңізге мол табысылар, ауызбіршілік адам жақсы болсын. 43-ші саны мектеп, 36 мектептің жоғары болсын, ұстаздан жоғары бол, һәм уақытта. Ассалаумалейкум, құрметлі жамағат, құрметлі ұстазлар, құрметлі меймандар. Міне бүгін 43-ші саны мектептің, яғни Пушкин мектебінің 75 жылдық юбилейіне міне кәсіптесіміз Жәнібек жас үлкендерді сыйлап 9 май еслеуін қадірлеу күні алдына міне сондай құрмет ізет көрсетіп отырды. Бұл жаңағы Арина апамыздың айтқанындай жастарымыз үшін әмме үшін бір үлкен тәрбие, себебі әркім өзін сыйламаса, оны сыйлау мүмкін емес. Міне ұстазларымыздың сондай ұлы екенлігін, ұстазлық жолдың қандай қиын машақатлы екенлігін міне біздің осы жерде отырған ұстазларымыздан әзір олардың сөздерінен, олардың басып өткен жолдарынан тыңдап естіп отырмыз. Бұның бәрі міне ұстазларымыздың минетінің арқасы. Әзір құрметлі ұстазларымыз міне құрметлі демалыстасыз. Міне бұл сіздердің минетіңіздің жемісі деп ойлаймын. Құрметлі ұстазларымызға терең денсаулық тілеймін. Ассалаумағалейкум, құрметлі кәсіптестер, ұстазлар. Неке бүгін 43-ші мектепте үлкен байрам, естеу һәм қадірлеу күні мұнасабетіменен осы мектепте минет етіп кеткен ұстазларды сыйлап шақыру мұнасабеті болып отырыпты. Сол мұнасабеттен пайдаланып, алдыңғы жас үлкендеріміз айтып өткен тілектердің бәріне қосылып, осы мектепте минет сіңген ұстазлардың бәріне бекем денсаулық тілеймін, шаңырағында аманшылық тілеймін. Осы кешені көркемдестіріп отырған осы мектептің басшысы Жәнібекке һәм осы мектептің жәмиғатіне рахмет айтамын. Және бір мәртебе мен Қоңырат районындағы 34-ші санлы айрым пәндерді терең үйренуге қанегелестірілген мектеп жәмиғаты атынан және бір мәртебе құттықтаймын.
Ассалаумағалейкум, құрметті 43-ші мектеп жамағаты және бүгінгі байрамға жиналған қонақтар. Бүгінгі байрамларыңыз байрамларға ұласа берсін. Мен бүгін ұстаздарды дастархан басына шақырып, бір кесе шай үстінде жазушылық кеңестіріп отырған 43-ші мектеп жамағатына көп рахметтер айтамын. Һәм олардың жұмыстарында мол табыстар тілеп қаламын. Байрамларыңыз байрамларға ұласа берсін. Күлсең сыпкыдырдан ебар, күлсең ділді ғашли болмай ешесең құлас, бақытли адамдардай бақытли болсаң. Набат қазірге мақтанымыздың қонағы Зукола жамасы екен. Тегін бәршеңіз білсеңіз керек. Міне сол алтын балық адамдардың тілектерін орындау үшін жеке фирма ашыптыр. Мархамат көріп тамаша етің. Қандай тілек екен? Қазір үйге қонақ келіп жатыр, маған 2 кг балық керек. Сен маған 2 кг балық бер дейсің ба? Мен саған 2 братшым дегенде бересің ба? Басқа тілек екен, болмайды. Онда мен бір қосықшы болса қосықшы. Мен қазіргі адамдарға қайрамын да, бұрынғыда дауысы барлар болса дедіңіз, аузым бар деп айта береді ғой. Болмайды, басқасын айт. Онда мен киноактер боламын. Киноактер не, қосықшы не, бәрі бір емес пе? Яғаш кім рөлінен келеді? Ана ормада жүріп телекке сәкіріп көрдім, тарзан ба ғой? Бір суырып менің. Сен мына түрі денеңмен бар ғой, терекке менсің, теректің сау шақасыға бай шығарау. Оны алам мен. Яқшы, ол тарзан бар ғой, жол баста қорқпайды. Мен бар қорқпайым. Сен қазір бар ғой, жол баста алсаң басын тығаласың ба? Алам. Тық қара көрейік. Қазір қара. Не қып атсаң аузын мына ақта ғой. Атымбалық, ит жоқ па? Ит жоқ, ит балық бар. Атымбалық, менде бір проблема бар еді. Менде де проблема бар ғой. Ани екеу болды. Атымбалық, маған бір адам саудасын жоқ қылып берсе? Мынау маған адам саудасын жоқ қылып бер деймін. Өзіме мал саудасын жоқ қыла берсің ғой. Болмай ма не? Болмайды, басқа тілек айт. Онда мен базарда сауда істейтін ба? Соны базардан жақсы орын жер алып қойса? Мен саған базар қылмам ба? Ясы сен базарда отырат кесін, базардағыларға айтып жіберсін. Ана базардың артына шығып, ана шапқа кішкентай дертке шыға бермесін. Суларым ағаш шуып кетті деп, жүздесе көзі ашып кетеді. Сол. Алтынболар? Не қуатсың? Мына агентке суперлермен блокта жазысып жатыр ем. Қарындас, кімсіз? Мен красный шапшкамын. Красный тапшка? Красный шапшка қызыл қалпақшамын. Қасыңыздағы кім? Мен мына қызыл қалпақшаның жігіті қара қалпақшамын ғой. Бізге қандай қызмет бар? Мен мына қызды жақсы көретін. Дұрыс, мен болғанда да жақсы көретін. Мына қыздың ата-анасы маған бермей тұр ғой. Дұрыс, мен болғанда да бермейтін. Ойында ойса? Ойнамаса, күлмесе, бұл дүнияға жағар жөйін келдің ба дейткен баяғылар. Яқшы, біздер бір кішігердің той берешек қой. Той берсең де, мен сенің бұрынғы атан болтын тойың бір сетін көтеріп тұрайын ба? Бір тойымызға бір қосықшы керек еді ғой. Кім шақырып берейін онда? Дима. Дима. Болмайды, басқа ауылдың қосықшыларын айтса. Құлақ тойымыш, Азатбек Назарбек. Бұл сенің тойыңа Дима Билан келеді. Ана Азатбек Назарбек деген Дима Биланнан қымбат екен. Сол Дима Билан Азатбек Назарбектің қосын айта алмай ма? Айтады. Онда болды.
берсеңіз директор Жалияға Баймановқа. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар, құрметті ұстаздар, құрметті достарым, қатар бүгінгі кешені ұйымдастырып отқан коллективтерім. Енді бүгін бір жақсы біздің мектебіміздің адресіне жақсы сөздер, жақсы тілектер айттыңыз. Мен қуанып, сөздеріңізді қабыл алдық. Бір бұндай байрам өткізу расында қиын, біз кіші қылып өткіземіз деп ойлап едік, бұл үлкейіп кетті. Себебі мен қуанатыным, бұл мектептен көптеген адамдар шыққан, солардың барлығын мен барлық уақыт сол коллективтеріме, жастарыма айтып өтемін. Себебі Яқыпбай ағалар, Ялқасын ағалар, жас үлкен Нұралы ағалар, жас үлкен апаларымыз барлығы да осы мектепте істеп, осындай дәрежеге жеткізді. Жаңа айтып отырыпты ғой, осы мектептен көптеген оқушылар, шәкірттер шығарды. Осылардың барлығы бүкіл Өзбекстан, бүкіл дүние жүзіне белгілі оқушылар бар да. Себебі Қуанатбай Шарифовты танымайтын ел жоқ. Себебі бұл кеше келем деп не алып еді, мен өзінің офисіне барып көргенмін. Сондай бір күшті профессор өзі, сондай шәкірттері бар, Турин университетінің ректоры қазіргі уақытта. Осы оқушылар, сол ағаларымыз осы мектептен шыққан, осы ұстаздарымыздың тәрбиесінен шыққан да. Қалай берсе біз өзіміз де осы ұстаздарымыздың тәрбиесінен шығып осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Енді мен айтатыным, осы мектепте 10 жыл білім алдым, оқыдым, арасында өз үйім дей болған, мысалы Ес-Сатыда осы мектептен қимаймыз, мысалы қай жерде жүрсек осы мектептің атын шығарып балдарымызға, жастарымызға өсиет жақсы сөздерді айтып жүреміз. Үлгі етеміз ұстаздарымызды. Ұстаздарымыз мынандай болып еді, мынандай деп айтып еді. Солардың арқасында біз осындай болдық. Сіздер де осындай болыңдар деп үгіт насихат аталарымыздың, әжелеріміздің айтқандарын жеткізіп барамыз. Енді жаңа докладымда айтып өттім, марқұм аталарымыз, әжелеріміз өткен арасында минеттің бағаладық. Міне қалай берсе минет ветеранында демалысында отқан аталарымыз, әжелеріміз бар. Арасында бұлардың да минеті бар. Сұралып тұрамыз, сол мұғалімдерімізге, жастарымызға үлгі етіп айтып тұрамыз, хабар алың, барып тұрың, мейрамдарға шақырып тұрың деп та. Енді осы жерде айтып өтейін, менің бірінші класста оқыған Мұхаммедқали ағам мысалы қайтыс болып кетті. Міне Бибіғын апа, орныңызда тұрыңыз. Бізді арасында Мұхаммедқали аға оқыған кезде оқытатын еді. Менің ұстазым бастауыш класста оқытқан да, шынымен. Одан келе келтірген Алис апамыз арасында сол апаларымыз, сол осы ақсақалдарымыз тәрбиесін алып, міне осы мектепке келіп, осындай бүгінгі мерекелерді өткізіп, үлкен бір тамаша қойып өткізіп алдықпыз. Осы мен қуанамын да, мысалы Сәрсен аға медколледждің директоры үлгі алғым келеді. Міне Теңел аға, мысалы районда санэпидстанцияның бастығы үлгі алғымыз келеді. Одан басқа да міне Сыдық аға, мысалы Алымберген ағалар, міне Қалбай соттар, талай юристер, енді кәсіптің жаманы жоқ, бірақ ұстаз атағына ұлық деп, міне бүгін ұстаздарымыз сыйлап, бәрі келіп осы бір шай үстінде кездесіп отырмыз да. Бұл мектептен көп адамдар шыққанда. Мен қазір жаңа ұстаздарымды айтып өттім, енді өзімнің коллективтерімде орынбасарларымды ортаға шақырсам, Мәтекова Күміс, Сарапа деген бастауыш класста апамыз бар қайда? Келін бері ортаға шындар. Одан кейін Жапаров Амангелді тәрбие істері бойынша директор орынбасары, Анифафа Ерназарова. Шығың былай шығыңдар. Мен енді себеп бұл затты мен бір өзім емес, сіздер арқылы істеп, осында халыққа дастархан жайып отырмыз да. Одан кейін Ибрагим Полат Мырзапқозымыз, одан кейін психолог Тәжімбатова Тоты, әйел қыздар бойынша Балтабаева Айзада. Міне осы себебі енді жасыңыз міне Құрбанқұл апа бар, міне қайда Құрбанқұл апамыз? Пенсия жасында әлі пенсияға жібермейміз, асып жүресін әлі. Одан кейін Алтын апа міне бухгалтеріміз, мектептің бухгалтері. Одан кейін
Міне енді Құрбаниязова Жүгіл деген мұғаліміміз бар, міне ақпарат мәлімдеу орайының бастығы, бүкіл Өзбекстанға оқушыларын шығарып елге танытып жүрген қыздар, балдарымыз. Бақтияр деген міне бүгінгі ұйымдастырған концерт программаны ұйымдастырған міне Жүгіл Бақтияр екеуі, сосын Эльмира деген қызымыз бар. Танцевальный группты таярлаған, өзі мұғалім, осы жерде қызымен біргелікте осы оқушылардың барлық өнерлерін таярлап бүгінгі байрамға көрсетіп отырыпты да. Енді бұл айта берсең тілек көп, бәріңізге де бергіңіз келіп отыр, бірақ енді уақыттың несімен ақсақалдардың асығыстығымен осындай қысқа қылып, бірақ қысқа болса да мектеп бүгін мен әйтеуір осы жас үлкендердің кеуін алып, бір жақсы тілек естіп, осындай бір қуаныш үстінде бөліскеніме қуанып отырмын да. Мен жаңағы Зілиха айтып отырыпты, сондай бір оқушылар шығып атты деп та, мысалы. Мен Айлина Паран, мысалы, менің ұстазым, мен қатар Патима, Гүлнара, бәрі Шүкірбай аға, мысалы, бір зат болса жүгіріп барады, Шүкірбай аға мұндай ойласамыз, мен фермер аталарымыздан, мысалы, деймін да, осы мектептен шығып, орақ қойғандар. Енді мен айтайын деген сөзімде осы бүгінгі нені ұйымдастырған осы орынбасарларымыз, осылардың біз үшін қатты қуаныштылық болды да. Себебі пән олимпиадасында 16 оқушымыз, білімдер сынағында 16 оқушымыз республикаға, район үшін масштабында жақсы орынға ие болып, республика басынан шықты, математикадан шықты, ана тілден шықты, тарихтан шықты да, мысалы. Бұл республикаға шығудың өзі үлкен даярлық керек. Осындай сіздердің істеген жұмысыңызды, сіздердің ұстаздарымыздың, аталарымыздың істеген жұмысын біз өзіміздің кәсіптестерімізбен, өзіміздің кәсіптес мұғалімдерімізбен, жастарымызбен біргелікте біздің давам етіп жатырмыз. Мысалы, пән олимпиадасында, білімдер сынағында, спорттық жарыстарды айтып өтсем, республикаға сонша Қазақстан болсын, Россия болсын, Ташкент болсын, бүкіл осы Қарақалпақстан ішінде Қарақалпақстан чемпионы деген оқушыларымыз бар, 7-ші класс Агуй деген оқушымыз да. Одан басқа да спорттық тарау бойынша да көп. Мұғалімдеріміз арасында да сондай жастарымыздың арасында. Бұл мектепте 74 мұғалім істеді деп айттым бағана. Соның 23-і осы мектепті бітіріп, мұғалім болып істеп жатыр екен. Бұдан былай қарасаң, ұстаздарымыздың минетінің арқасында, оқытуының арқасында бір құрдан бір барып келіп, оқып келіп, мұғалім болып өзі болмайды ғой. Себебі білімнің болғанның арқасында, оқығанның арқасында оқып келіп, осындай өздеріне шәкірт даярлап, жастар даярлаудың өзі үлкен не. Мен қуанамын, кеше санап көрсек, осы мектепте 23 бітірер, 10 жыл оқып, ұстаз болып істеп жатқанның өзі 23 мұғаліміміз екен. Міне бұлар көп көрмесін, әлден көбейсін, семейдің өзін біразға жетеді бізде өзі істеп жатқанда осы жерде. Сол үшін мен енді бір жетістіктерімді айтып алдым, толқып ішінде барын айтып қалайын осы кезде деп та. Сол үшін жас үлкендер сіздер алдымызда аман болыңдар. Барлық уақыт әлі бұл 75 жыл, әлі талай 80 жылдық болады, 90 жылдық болады, 100 жылдық болады. Сіздер біздердің алдымызда аман болыңдар. Ұстаз, ата-ана, ұлық, біз барлық уақыт сіздерді сыйлап өтеміз, барлық уақыт сіздерді еске алып өтеміз, сіздерді барлық уақыт құрметтейміз. Міне орынбасарларым коллективінің атынан сіздерді сөзім. Міне апалар, бәріңізге де қатар нелер, рахмет. Мен соңғы сөзімді айтып едім, әлі давам етеді, бірақ мен отырамын дейтіндерге. Енді мен жас үлкен бір екі орынбасарым тілек айтса, сонымен соңғы музыкамыз жіберсін. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі қадірлі, құрметті, төрден орын берген ұстаздар. Міне сіздер бүгін біздің 43-ші мектептің үлкен мейманысыңдар. Мына осы мектептің фундаменті қойылып, 36-шы жылы мектеп құрылған екен. Сол мектепте білім алып, тәрбие берген ұстаздарды бүгін бір құрмет етейік, шақырайық деп, бүгін коллектив ағзалары ауызбіршілікпенен сіздерге қызметте. Педагогтың біреуі мен білесілер Балтабаев Тажмұрат әкем еске аламын. 9 перзенттің ішінде мені оқытып, бірақ өзі көре алмады. Ұрықлар аммақ чат болай, шу дәрежеге жетіп жатырмын, рахмет мені қолдап қуатлап тұрыпты. Шу мектепте мен оқып, бітіріп, 26 жылдан бері педагогтың вазифасын атқарып жатырмын. Міне сіздерге біздерді оқытқан мұғалімдер, хаятта жоқ мұғалімдер ұрықлары шат болғай, топырақлары торқа болғай, хаятта қазір құрметті пенсияда болған ата-бабаларымыз, ұстаздарымыздың өмірі ұзақ болғай, хаммақ алдымызда аман жүргей, ұзақ өмір тілеймін. Енді осы мектеп 30 саны
шөлгенбестері несінде жүрген профсоюзымыз Жамалға інімізге рахмет, басқасында жүріп, Камал ағамыз, Камал аға қайда? Камал аға кел енді бір жеп, сөйлемеймін дейді, осы мектепте оқып, кел енді сөйлейсің. 10 класс біткергеннен сотқа кіріп, мұғалім болып істегеніме, Құдайыма қатты шүкір, мына ұстаздардың тәрбиесінің күштілігінен шығар, мұғалім болды деген. Құдайым ұстаздарымыз аман болсын, үйлерде тойлар көп болсын. Міне, үрметлі меймандар, бүгін үлкен небір батырмын еске алып атыпты, ұстаздарымызды өткен. Бәрі жақсы тілек айтты. Құдайым осы тілеклер Алла бәргәлікті қабыл болғай. Әріміңізге қабыл болсын, әсіресе осы мектептің кәліктімде қабыл етсін. Жәнібек інімізге қабыл етсін. Жәнібек балам, көңіліңді ашып, халыққа, ұстазларға дастархан жағады екенсің. Дастарханың хәмеше кең болсын балам. Кәліктімінің дастарханы кең болсын. Кәліктімінде барлық істеген әзіз мұғалімдердің, техникалық қызметкерлердің, осы мектепте тәлім алған, келешекте әулет болған ұл-қыздардың дастархандан әмеше толы болсын. Мен бір нәрсені еңбекке салып кеткім келеді. Мұғалімшілік ине менен құдық қазғандай жұмыс дейді. Осының ішінде творчестволық жұмыс жүдә күшлі есептеледі. Міне осы мектепте творчестволық жұмыс бойынша іс қалдырған мен 3 инсанды білемін. Одан атаған енді бар болса бар шығады. Бірінші Шариф Қоратбай, екінші Режеп Рейінбай,